балапаным, әулетіме сая болған, бәрімізге ақ көңілің аямаған. Орның сенің ешқашанда толмайды, баяғыдай күнім енді болмайды. Жүректе сөнбеді өрт күйіп тұрған, дала қалды түнек болып, жылап сықтап қайғырмаған жүрек жоқ. Бұл көңілім қалып қойды суреттерде, жүзіңде сақталып тұр бейне баян сюжеттерде. Құдай-ау, кім ойлаған бұл күндерді аңсап бүгін жылаймыз деп, дұға тілеп тізеге құлаймыз деп. Есімізде кеше ғана болған бақыт арамызда күліп ойнап жүрген уақыт. Күндер-ай, артта қалдау елесі қанжылатқан дауылым-ай. Көз алдында жарқыраған жылы жүзің, оралардай міне-міне шаңыраққа, туыстарын жауап іздеп бұл сұраққа. Жоқ, ол жақтан оралмайды асыл жандар, Аллаға асық болады жақсы адамдар. Бірақ қолдап, төбеде деп жүреміз ұмытылмас өнеген. Біздер болсақ сағынамыз, сарғаямыз жабыға, көзімізден ыстық жастар ағыла. Дұға тілеп, арнаймыз саған жұмыла, абзал жан, жатқан жерің жайлы, төрің жұмақ болғай. Жұлдыздай ағып өткен ел кезек, еліне елеулі, халқына қалаулы азамат атанған. Болашағынан көп үміт күттіретін азаматтың жастай қиылған ғұмыры жүрегімізге батты. Бірақ тірі тіршілігін жасайды. Әттең тағдырдың өлшеуіндегі ғұмыр ерте үзілсе, Құдайдың ісіне шара бар ма? Бұл дүниенің биігінен көрінген, абзал адам өтсе дағы өмірден, туыс бар дұға тілеп рухына еске алады сағынышты көңілмен. Көре алмай, тіршіліктің көп қызығын, таталмай шаттық өмір тәттілігін, жарқырап келе жатқан жұлдызымен, әттең-ай ерте сөнді от ғұмырың. Топырағың торқа, жатқан жерің жайлы, жаның жәннатта болсын. Фәни ғұмырыңдағы игі істерің, бақи өміріңде сауабыңа жазылсын. Жарқын бейнең жүрегіміздің төрінде мәңгі өшпейді. Қатар кешіп өткендей отпен қарды, маға үйретті жоқпен барды. Келер жылдан үмітім көп болғанмен, өткен жылда өкініш өкпем қалды. Күндер қалды көзімнен төккен зарды, түндер қалды құсалы еткен жанды. Өшпей қойды санамнан сағым уақыт, сағынышқа айналып кеткен мәңгі. Күйзелгенде нұр күтіп жарық таңнан, аңсайды екен өткенді зарыққан жан. Менің қимас қос бірдей асылымды жүрегімнен суырып алып қалған. Жанарымнан өлшеусіз мұң көшіріп, қос асылым кетті ау түнге сіңіп. Қоян жылдың қойнында шерім қалды, бірде ысыған көңілім бірде суып. Құлағам жоқ қайсыдан теңселгенмен, жылағам жоқ егілдім кемсеңдеумен. Аспанымда бір жұлдыз шырақ жақты, көтермей жүргенде еңсем жерден. жылдың 10 маусымы күні өте қайғылы оқиға болды. Маған, менің сыныбыма, біздің мектебімізге қайғылы күн болды. Көпке шейін апай сәлематсыз деп есіктен кіріп келетіндей болады. Алдияр өте ақ көңіл,
ешкімді ренжітпейтін, адамның көңіліне қарап сөйлейтін оқушы еді. Мектептегі барлық қоғамдық жұмыстарға қатысатын. Ол өлең де айтатын, ол би де билейтін еді. Сыныптан атынан мен шығайыншы деп үнемі алда жүретін. Алдияр туралы әңгімелер де, Алдиярдың өз іс-әрекеті өте, айта берсек өте көп. Амал қанша Алдиярды ортамыздан ерте алып кетті. Алдиярдың иманы салауат болсын, арты жақсы болсын. Алдиярды ешқашан ұмытпаймыз, мәңгі жадымызда. Біздің Алдауыш өмірімізден ең ерекше орын алған жан. Апайым 6 класста келгенде, бір-бірімізді танымай жүргенде, ең бірінші тоқсанда қасыма отырғызғаннан. 9 класста бітіреміз ғой, уже кетеміз ғой жан жаққа деп, давай соңғы рет фотоға түсіп қалайық дегеннен бері бәрі есімде. Всегда позитивта жүретін болды, бәріміздің настроениемізді көтеріп, если ол настроениесі болмаса или сабаққа келмей қалса, орны прям білініп тұратын болды. Класс вообще қызықсыз болды. Маған өзіме ең жақын өзім болғасын, класста или басқа бірімен ұрсып қалсам, неге без настроения жүрсің, айтшы деп, қасымда всегда настроение көтеріп жүретін адам болды. Далаға шығайық деп ерінбей үй жаққа келіп, далаға шығарып алатын болды. Солай талай серіктер қалды. Сол 6 класс құттай кезімізден 9 класс ес білгенге дейін қасымызда жүрді. Всегда Алдауыш біздің жадымызда ұмытылмастай естеліктермен қалады. Мен Алдиярдың 6 және 9 сынып аралықтарында бірге оқыған сыныптасымын. Осы оқу аралықтарында мен өте қатты бауыр басып қалдым. Біздің сыныпта әрине жақсы, ашық балдар көп болды, бірақ Алдияр соның ішіндегі кең жүректі, таза ниетті, ерекше жан болды. Мен болған өте қызықты естеліктер, сәттер өте көп. Мұңайып немесе ренжіп келген кездері Алдияр басқалар сияқты жайдан жай өтіп кетпей қасыма келіп, адамның көңіліне қарап сөйлейтін болды. Және де мен барынша көңілімді табуға, өзінің әзілдерін айтып күлдіртуге тырысатын. Сол үшін мен Алдиярды өте қатты сыйлаймын. Алдияр ешқандай бір адамды кемсіте алмайтын сондай жан болды. Ол любой бірінші келген адаммен, танысқан адаммен жақсы араласып кетіп, тек қана адамның жақсы тұстарынан тани білетін адам болды. Алдиярдың сабақта бары жоғы өте қатты білінетін болды. Себебі ол өзінің сондай бір тартымды күлкісімен өзінің бар екендігін сездіртіп жүреді. Келмеген күндері сабақ деген өте қызықсыз, сондай бір сабақтан кеткім келіп тұрады. Алдияр бар кезде ондай болмайды. Каждый күн приключение, сондай бір қызықты сәттермен орын алатын болды. Алдияр ешкімге жоқ деп айта алмайтын болды. Ол біздің сынымыздың ең мықты активисті. Любой іс-шара, мереке Алдиярсыз өтпейтін болды. Іс-шараларда, мерекелерде всегда апайдың оң қолы болатын. Сондықтан да ол осындай жақсы қылықтарымен адамды баурап алатын досым болды. Алдияр ешқашан қысылып, ұялатын болған жоқ. Ол өте пысық, сондай бір апайға өзінің тіке мінезін көрсете алатын. Яғни сабақта отқанда біз білмегенімізді жасырып тығылып отқан кезде ол мен түсінбедім, қайталап жібересіз бе деп өзінің ойын еркін жеткізе алатын оқушы болды. Әрбір мұғалімнің бір сүйікті оқушысы болды. Сол сыныпта өзінің тентектігімен мені ренжітіп қойған кезде Мадина кешірші деп кешірмегенше дейін артымнан жүретін болды. Кешірмеген күндері WhatsApp-қа маған Мадина, сен қатты ренжіп қалдың ба, кешірші, мен олай істегім келмеді деп жазып жіберетін. Алдияр өте қатты бауырмал болды. Мен оның қасына отқан кездері үнемі Раянаның фотоларын көрсетіп отыратын. Ол ақжарқынға всегда любой мереке болсын, іс-шара болсын, поддержка беріп қасында жүретін. Менің ең күлкілі, сондай бір қызықты моменттердің бәрі Алдиярмен болды. Себебі мен оған еркін өзім ойын жеткізіп,
секреттерімді айтып бөлісіп алатын жан досым болды. Ал тек ортаның адамы болғандықтан мен қасында всегда күлімдеп, күнде сөйлесетін адам болғасын, оны ұмыту өте қиын. Біз Алдиярды ешқашан ұмытпаймыз. Алдияр үнемі біздің жанымызда. Біз 6-шы сыныптан бері таныспыз, параллель класста бірге оқыдық. Алдияр дейтін өте өнерге жақын бала болған. Күнде апайлар оны мақтайды дейді. Апайлардан тек қана жақсы еститін еді Алдияр жайлы. Алдияр бізге өзі өлең айтуды жақсы көретін айтты бізге. Өте өлеңге жақын болды көбінесе. Алдияр деген мен ең жақын досым болған. Біз онымен бала кезден бірге өскенбіз. Онымен қызық сәттер өте көп. Мен онымен 6-7 жыл бойы бірге дос болдық. Мектепте де орны бөлек, ойыпты, орын алатын үздік оқушы болған. Алдияр бізге жақын дос, үйіндегі ата-анасының көз қуанышы, үйіндегі бауырларына үлгі тұтар, аға, біріне-біріне